Бәріне сәлем, бұл жобасы. Бүгін біз адамдардың өмірде болған ең ыңғайсыз, ұятсыз, мұнан айтсақ ұят болады дейтін секреттерін оқимыз. Бүгін бізде қонақта Байгайс Мага, жайдарман чемпионы, және соның командаласы как будто Мағрипа Медетшан. Шоу бизнестің жарық жұлдыз деп айтсаңыз болады. Айтпақшы, Мағжанның бірнеше кітаптары бар. Қонып қатсыздар ғой. Магабат Қызық мол жылдар. Как стать магатым человеком? Бедный папа, магатый папа. Бедный папа, магатый папа деген. Кітаптарының авторы Мағжан. И плюс Мага осы аптада үйленді. Үйленген қалай екен? Үйленген? Білмеймін, біреу жағында жатады да қой. Жақсы, күшті ғой үйленген. Екі жағында екеу де үйленген. Сіз неғып Мен Арман, вот осы қазір Арманнан айтайын деп тұрмын. Мане, тыңдайық. Пока что үйленбей қой. Үйленгесін бе? Үйленбен. Өмірде ұятсыз, ыңғайсыз ситуацияларға көп түсесің ба? Жоқ. Бірден. Жоқ, көп түсем мен негізі. Өте көп түсем. Мынау қалай болады екен жағдайларға ма? Жай, қақып кете бересің ғой. Болып тұрады? Болып тұрады, өксіде де біраз бар. Бар екен, ой, ұят болды деп қоя салатын жағдайлар көп қой. Ештеңе қылмайды дейді ма? Бізде көрермендер жазып берген чемодан, құпия чемоданы, сен өзіміз жазып алып келген бар ма? Сендерге тапсырма беріп едім ғой жаңа. Ағай жазып келдім. Шаншарда бар еді ғой, хат жазғандар бар ма дейді. Хат оқиық дейді бар еді. Берейін ба сізге? Мен бұлай бүйтіп қарамай аламын. Біліп қоймауым керек қой сендерді. Қарамай аламыз. Деп мына қалтама салбаса біреуіне. Өзімдікінде мыжиын, чтобы. Ойбай, бірдей болсын бәрі. Бірдей болсын. Біздің позорымыз шашы. Статистика бойынша қатты мыжылғандар, ол қатты ұялады деген сөз. Е-мойы, мынандай қып бергенсің. Мекін бүктемей қоя сал онда. Құпия чемоданына саламын да. Күшті естіледі құпия чемодан. Құпия чемодан өте. Болды, біз шығармымызды бастаймыз. Қазақ әдебиетін оқыған адам жазған сияқты. Жатқызып тұрып жазып қояды. Қылар бүйтіп кетіп отыр. Жатақханада тұратын кезіміз бірінші курс. Бір қызымыз тұрмыс құрған болатын. Бірінші курста ма? Уже ма? 4 қыз тұратын едік бір бөлмеде. Анау күйеуімен тұрады дейсің, разия. Күйеуімен екіншілерде тұратын. Ортасын кордонмен бөле бастадық. Жатақханадан. Сөйтіп бізде үйленгіміз кеп деп төртке бөлесі. Төртеуді үйленді. Покрывалмен жауып бір-бірін. Бірде ол қыз ауырып жүрді. Сосын жүктілік тестін жасап көрген болатын. Ол жерден 2 сызық шыққан жоқ. Жоқ. Маған қызық болып тұрғаны үйленген деді, жатақханада тұратын деді. Сосын жаңа тест жасады деп отыр. 4 қыз бірге тұрады. Енді айтады ғой подругалар болған. Тест жасады. Көрсей тест жасатып деп. Ол жерден 2 сызық шыққан жоқ. 3 сызық шықты. 3 сызық шықты, аппендицит деген бізде. Сонымен ол қыз маған саған тестті тексеріп көрейік деді. Мынау енді дейтіндей болып отыр. Апасының ба балдар? Мен ең жуас ақкөңіл қыз едім. Ой, ақкөңіл ай. Ең жуас ақкөңіл қыз екенімді барлығы пайдаланатын. Бірақ бұлай артық кетеді деп ойламадым. Мен тексертпеймін деп айттым. Еще ол қыз сол жігітпен кездесетін кезде үнемі мені ерткісі келетін. Мен үшін ұятты жағдай болды осы ужас дейді. Тоқал алып бергісі келген жар, подругасын екеуі бірге жүргісі келіп. Жаңа результат қайда кетті? Істеді ма, істемеді ма сол қыз? Жоқ, қараш, әңгіме. Мынандай басталды ғой. Жатақханада тұрам, ең ақкөңіл қызбын, үйленгем деді. Төртеуміз бірге тұрамыз. Жоқ, қара, 4 қыз тұрады ғой. Біреу үйленген. Иә. Мен үйленбеген. Сіз үйленбегенсіз. Мынау тест тексеріп көреді. Иә. Одан бір сызық болып тұрады. Сызық шықпайды, сөйтеді де подругасына барып, давай саған істеп көрейік дейді ғой. Сондай жағдай болған ба? Иә. Ол қыз істеген ба, істемеген ба, сол қызық болып тұр ғой. Жоқ, нағыз ауырып жүрсе, похуй, ана қыз тексере сала ма? Енді балалық қой, бірінші курс қой. Нағыз айтып тұр ғой, мен ақ көңілмін деп, саған тексеріп көрейік давай деп. Мама, папа ойнайық дегендей болды ғой, короче. Сөйтіп
сен көзің ісіп кетті ғой, саған тексеріп қояйыншы. Шынында мен жаңа тұрдым ғой деген сияқты нәрсе ғой. Бірінші курста Жоқ, бір тестті бәріне тексере бере ма? Жоқ, енді екі үш несі болады ғой ішінде. Қорғатып алып тексере береді ана. Бір 120 теңге ма, 150 теңге тұрады. Бір жуып алып па? Бір қорғатып алып қайтадан тексере Атау берсе. экономичный дейсіз ба? Мен ақкөңіл және Ала береміз ба 120 теңгеге новый менікін не ала берейік та десе. Бәрі сол результат қой дей ма? Мынау енді ұяттау екен. Ят. Анау мынау ортада айта бермейді екенсің. Иә. Анау мынау емес, в целом ешқандай ортада айта бермейді ғой. Жазудың өзінде Туған ойланған. күнде бір история айтып берейін деп осыны айтып тұрсаң кәте ма? Иә? Бізде осы жердегі көрермендерден басқа почтаға алдыңғы выпусктан кейін жіберген кісілер бар. Иә? Әдемі. Солардан бір-бірден оқып шықсақ, Әрине, Мағжан. Беріңіз. любой таңда, чтобы көрермендер сенсін дейтіндер бар ғой. Балет крест дейді. О, да басынан бастап айырып жатыр ғой. Не дейді? Қатты жыртады бар. Оқи берейін ба? Иә. Үйге келсем туалет бос емес. Қатты шыдамай тұрмын. Амал жоқ. Фьюсти 05 бутылкаға дәрет сындыра салдым ба? Сырты ромашка дейді. И как будто сок сияқты болып тұрды. Охо! И вот сосын тығып қойғам штордың астына. И ұмытып кетіппін. Уборка күні досым тауып алып сушняк деп ішпейін деп жатыр. Жүгіріп барып қолынан жұлып алып төге салдым. Ешкім ішпейді деп жаба салдым. Өте ұялдым. Олар да өмір істемейтін уборканы бүгін істеп. Мынау енді Қызық екен, ә? Жоқ, бұның ең бір жақсы жері ішпе деп андай алып қалған екен, ә? Біреулер бар. Қызық үшін. Сен лично не ішкізетін бе едің? Мен ба? Иә. Мен көрмей қалатын едім вообще оны. Ішіп қойғаннан кейін, ма деп барып айтып беретін. Жоқ, мынау негізі опасный екен. Ромашка, сырты ромашка. Жоқ, сырты ромашка деген. Сары түстес бәрін ішпейтін болдық қой, иә? Опасно жігіттер. Фьюз чайдың өзін ойланып қаласың ба, еске түсіп кете береді ромашка. Анан кемес пе екен? Иіскеп көру керек еще, каждый раз. Ешкім ішпейді деп жаба салдым, өте ұялдым дейді. Дұрыс. Молодец, жақсы. Шапалақтайды. Бұл шапалақ ұратындай. Мынанды алып кетейінші деп ала берсең бәрін. Қиын вариант түспесе екен деп. Жиенім дейді. Иә. Иә. Жиенім жуан қолдарымен деп басталса. Жоқ. Жиенім мен, үй туыстар, мама, папа бәрі бар. Алакөлге демалуға барғанбыз дейді. Дұрыс қой, Алакөлге барады туыстар. Алакөлге барған жақсы. Түнде екеуміз тығылып шығып кеттік дейді. Мынау дұрыс емес енді. Үйден бір бутылка ұрлап шыққанымыз бар жаңа. Бәрекелді, міне. Демалыс болғасын ішу керек та. Соны ішіп алдық та дискотекаға барамыз деп шештік дейді. Алакөлде. Дискотека дейтін қай жылдар бұл? 18 жоқ деп кіргізбей қойды дейді. Жақсы. Онда көлге барып шомыламыз деп шештік дейді. Түнде, иә? Иә, Суға батып кетіп өліп қалдым десе. Үйдегілер біліп қоймасын деп полный киімімді шештік, іш киімді тоже дейді. Сөйтіп голый түстік дейді. Судан шығып жатқанда берекке машина келе жатады дейді. Жағалауға. Берек именно сол сөзді ғана орысша жазған. Бағанадан бері қазақша ұрып жатыр. Дәл біздің киімнің алдына тоқтайды. Біз шыңғырып киімге жүгірдік. Не істерімізді білмеймін. Сөйтсек дядямыз екен. Қатты ұрыс естідік. Қыз болған қиын ағайын. Ойба! Йооо! Мен өз басым депрессияға кіріп тұрмын қазір. Сәл ойлап қаласы ғой. Мынау соңы патолог болды ғой, ә? Қыз болған қиын дей ма? Жоқ, еще бұлар ішті ғой жаңа, дискотекаға кіргізбей қойды. Еще голый суға түсті. Үстіміз су болып қалмасын, палева болмайық деп голый суға түскен, машина келатқан. Қыз болған қиын ағайын деп жазды. Ағайын деп жазған. Бауырлар, қыз болған қиын ағайын. Дейтін қыз болсын да. Жиенім дейтінде. Қыз жиені шығар, қыз жиен. Сондай болсын енді. Ал кеттік. Жаңа жүгіріп келе жатқан елестетші білмеймін өзің. Ай, алмаңыз қиын. Универде бір қыз телефон сатамын дейді. iPhone 5, по-моему. Сақалы бар десе. Бар сеткісі бар. iPhone 5, по-моему. Қай жылдар бұл? Маған қатты ақша керек деді. Мен ол қызға мен сатып аламын деп айттым.
но бір күн қолданып көрейін, нормально істей ма тексерейін деді. Хорошо деп берді. Мен сотканы алып ломбардқа қойдым и ставка тіктім дейді. Қыз ба? Жоқ, бір қыз сатам деген ғой жаңа. Жоқ, қыздан алған жігіт қой. Хорошо деп берді, мен сотканы алып ломбардқа қойдым и ставка қойып тастаған да. Ставка ойнап кетті де, ақшаны 2 есе шығарып алдым да, телефонды ломбардтан шығарып қызға апарып бердім, сатып алмаймын дедім. И вот жаман адам болғанды осы историяны жазып отырып түсіндім. Тамаша. Негізі ше риск қол. Мынау рисковать етіп тұр ғой мына жігіт. Риск, бірақ ризық емес. Жақсы. Не? Бол. Тоқтататын деп. Баяғыда бізде болған ғой сондай бір группа, біздің командамызда бір бала телефон сатпақшы болған ғой. Мына где-то iPhone 5 деп жатыр ғой, ол 13-14 жыл болуы мүмкін ше. Бізде сондай болған, сөйтіп қатты телефон керек болады да, біз старшак болады бір. Сол айтып жүріңдер, мен саяхатта телефонмен айналысатын браттарым бар, короче, біздің ауылдың жігіттері, достойный жігіттер, барамыз, нормально сатып беремін, ақша енді көмектесіп жүреді деп барған ғой екеуі. Сен андай сақалды жігіттер күтіп алған ғой, сәл андай дворлардың арасында ше. Қаншаға сатасың енді деген ғой. Бір 15 мың кетейін деген алып қоямын ақ деп. Сөйтіп сатпаған, қазір әлі ұстап жүр. Просто есіме түсіп кетті да телефонда. Ломбардқа барып телефон беріп 60 мыңға өткізейін кетейін. Ломбардқа өткізіп. Жоқ, вообще жақсы ғой негізі. Ставка шығып кеткен, ақшасын тапқан жақсы ғой. Жоқ, қазір түсініп отыр ғой, жаман адам екен. Жоқ, қазір түсініп тұр ғой, сол моментте әйтеуір бір. Простим да? Кешіреміз ба? Істейтін нәрсе емес, бірақ ол. Жақсы емес. Дұрыс емес. Кішкентай кезінде маманың кремі болатын, Nivea дейтін. Соны мен қаймақ екен деп жеп қойғанмын. Бірақ оны ешкім білмейді. Маған да түк болмады, прикинь дейді. Қазір әлі жеп жүрмін десе. Қызық, күшті ғой? Нормально, Nivea-ны жеп қойдың. Арзан крем жеп қойсаң біртүрлі мүмкін да, Nivea жеп отырсын нормально. Антошка деген жеп қойсаң біртүрлі болады. Майлы кремдер болады, детский ше. Сондай жеп алсаң. Жоқ, ондай жеп тұрғанбыз біз. Андай қоңырлау кремдер болады ғой, ә? Пудра жеп қойсаң. Қалың. Ой қойшы. Қандай крем жаққансың? Содан соң қарасың ғой сен. Жоқ, қандай. Детский кремдер болатын еді, бұрын советский сыртында андай беті оралған бала. Ал кеттік. 7 жасымда, 7 или 9, 7 ғой, 7 жасымда өзім жалғыз спальниде отырдым. Ата-анам жұмыста, ағаларым кухняда болды. Әкем газет жинайтын. Сол кезде мен тумбочкада жиналған газеттерге қарап тұрып, бля, десе. Қалтамда зажигалканы қосып, ойымда дым жоқ. Ойбай, қайдым болды? Отынды газетке тастадым. Ол өртеніп басталды. Мен үнсіз соған қарап тұрдым. Өмірде үш нәрсеге қарап тұру ғой. Ағып жатқан суға, жанып жатқан отқа, және осы бір түштің шығарылымына. Үнсіз қарап отырдым отқа. Кейін ағам тамаққа шақырды. Тумбочка өртеніп жатқанына қарамай тамаққа келдім. Не деген спокойный адам. Кейін ағамның өзі өртті байқап сумен өшірген. Ағама сол кезде 16 жас болды. Үндемей тамақ ішіп далаға ойнауға шығып кетті. Рахат екен ғой. Үй жылынып қалды десе. Сол күні бүкіл халық жаңалықтан махрұм қалды ғой, сондай газетті өртеп жүріп тұр ғой. Охо, мына ұнап жатыр маған балдар. Оқып берейін алып. Подругам ішсе жігіттерге жабыса береді дейді. Бірақ жақсы қыз дейді. Ол жер жақсы. Шайтан су ішкесін болады да сондай енді. Бір рет караокеде ішіп алып, бір жігітпен сөйлесіп тұр. Жүр үйге кеттік десем, ана жігіт біз басқа жаққа барамыз дейді. Нең бар араласып енді. Қума деп подругамды қолынан тартсам, ана ишак тоже қалам дейді. Мас просто. Ана жігітке айттым, онда мен де сендермен барамын деп. Аяғында әйтеуір қиналып жүріп алып кеттім үйге дейді. Қиналып жүріп алып кеттім деп қалай екен. Подругам үшін ғана просто. Сондай әйтеуір. Нақ оқып қояқ.
Аз күшті подруга екен, иә? Күшті подруга. Негізі сондай қыздар болады ғой, иә? Айдана, қайтамыз жүрсік деп ше. Айдана, көтіңді қыс мамаңа айтамын. Айдана сәл неге қайтамыз деп па? Ана жігітпен қаламын Жоқ, бұл негізі жақсы жігіт. Қача қазір танысып тұрма. Деді Айдана. Маслақа. Бірақ бір нәрсе айту керек негізі. Ішпеу керек негізі. Жоқ, осы Желательно. қыздарға тем более Иә, ішіп алып қыздарға жүру тем дейтін өте жаман Тем көрінеді. более қазіргі таңда не болып жатыр? Мен Бол. ойлап жатырмық просто. Жақсы не бар? Айтып берейін. Ішсеңдер, менмен ішіңдер. Әзілдеп жатырмын. Мама папамен машинамен кетіп бара жаттық. Есімім Айдалек деп. Мама папамен машинамен кетіп бара жаттық. Досым WhatsApp-тан видео жібереді дейді. Бәрекелді. Ашық қалғам. Стонат ететін прикол екен дейді. Стонат деп барынша стонат сияқты емес қылып айттың ғой сен. Ал мен тупит етіп аша салдым ғой дейді. Ал телефон Bluetooth машинаға қосылып тұр. Ана дауыстардан кейін не істерімді білмей қалдым. Ұят, әлі күнге дейін ұялам дейді. Осындай балдар көп негізі. Недавно болды менде, короче. Группа ғой, кәдімгі үлкен бір ішінде 15-20 адам бар группа WhatsApp-та. Жеге абайлаңдаршы деді да. Абайлаңдаршы, ондай қатты жүріп жатыр екен, алдан қалмаңдар деді да, короче. Ема деп, андай ішінде үлкен тәтенің несі тұр, бір қызбен ше, бір бөле болып қалды екен деп қосам. Ананың басында дауысы жай тәте сөйлеп жатады. Дауысын шығарасың. Барынша шығарам ғой, дауысын бірден ыңқылдап кетеді ғой. Мен кассада тұрмын, алдымда 4 адам тұр, артында 2 адам тұр, бүйтіп тұрмын ғой. Давай деп едім. Ұра кесің алсын деп ше. Ё-моё, қатты ұялғаным ай, бір андай. По-любому енді ол дос баласы жіберіпті ғой деп ойламайды ғой қасында тұрған адамдар ше. Өзі қарайды екен деп ойлайды. Қарайды екен деп ойлайды или. Бізде бір не дейтін бір туысқандарымыз бар. Осы папалар жақтан ше. Сол жақта үлкен бір ағамыз бар да, аттарын айтпай. Сондай шығарып айналысады. Сол кісі байқамай өзі голосовойлар жібереді. Жады видеоның бас жағын көрген ғой, сонда қайырлы таң деген сияқты бірдеңе болады шығар енді. Түскенде енді жақсы дүние ғой деген мақсатта жібере салған ғой группаға. Түсініп жатсыз ба, ол жерде үлкен келіні бар, жаңағы бірдеңесі бар деген сияқты ше, әпкесі бар деген сияқты. 5 күн ешкім сөйлеспеген ғой ана группада. 5 күн ешкім сөйлеспеген. Сон ана братан тұрғанда қайттан жіберген, неғып сөйлемей жатсыңдар. Ойлап айтамын, просто сондай болып қалған ғой. Опасно ол. Жоқ, ондай жіберетін адамдар вообще андай сәл неадекватный ғой, иә. Андай Еще мен жазып жіберемін ғой. Сонда күледі ғой. Мал деп. Мен малсың ба, кассада тұр едім ғой деп жазып жіберемін ғой. Артынан балдар жібереді ғой, біреу кинотеатрда отыр, біреу тоже бір жерде кассада тұр, біреу автобуста тұр деген сияқты ше. Бәрі тұрған жерлерін андай суретке түсіріп жібереді. Полный андай. Біреу үйде жалғыз жатпаған екен да. Ешкім жалғыз жатпаған. Не істеріңді білмей, телефонды алып кассаң алдында шашпасаң бұрыр. Динамика ғана қалып шыға берді. Да, қата шыға берсе. Мен аламын ғой. Сіз аласыз ба? Сіз оқып тастадыңыз ба? Жоқ, мен оқыған жоқпын. Неғып оқымайсыз? Мен андай емес, оқыса оқитын баласы ма? Оқы. Бір күшті бірдеңелерді оқым кетті. Андай. Ойбай, мынау. Шығарма? Басы қайда ма? Қалай жасады? 2 сағат оқимыз. Бір деп қойыпты, бірінші беті ғой енді. Мектеп кезі еді. Мамырақай мамырдың бел ортасы. Айттым ғой, Мұхтар Әуезов жазған. Мамырақай мамырдың бел ортасы. Мектеп біткен соң 3 ай демалыс. 6-шы сынып оқимын. Мектепте бір ұйғыр қызды жақсы көретін. Межнациональная любовь. Ол қыз мектепте енді 3 ай кездеспейміз. Суретіңді берші деді. Суретіңмен кездесіп тұрайын дейді. Хотя бы бір ауылда тұрамыз дейді. Сосын менде жеке түскен сурет жоқ болған соң класспен 5-ші класста түскен суретімді бердім. 25 бала түскен. Артында мен тұрмын талпада. Мынау мен деп көрсетіп бердім. Мынаған ғана қарайсың. Сосын ол қыз, сен жындысың ба деп жоқ болып кетті. Жүрмей қалдық. Суретке бола ба? Неге дұрыс сурет бермейсің? Соң кейін? Не деп тұр?
лағман деп Сол қыз сол қызды қатырады ма? тамақтандыр. Мен оқып көрсем бола ма? Сол қызды Жақсы көремін деп тұрсаң. сол қызды ең астында тұр ғой. Сол қызды Осылай отырып қалса. Жалғасы артында деп тұр ғой, или сол қызды мына жағында бар шығар бірдеңесі. Мен болды, түсініп алдым. Міне сол қыз тірі болса, жоқ қайда. Танығандар болады ғой, получается. Танығандар болса болып тұр ғой. Сол қызды танығандар болса, мына нөмірге хабарласа аласыздар ма дейді. 8 747 734 22 12. Суретті қайтарып берсе екен. Басқа қызға беру керек. Прикол. Срикол. Мынау әдемі деп ойлаймын. Бұл шапалақ ұраға туралы. Фотоаппарат сыйлау керек бұл кісіге. Осындай дейді. Прикольно. Негізі мектепте ұнататын қызыңның суретін алу дейтін тема бар ма? Анау емес қой, негізі ол тірлік кәдімгідей жұмыс қой. Мен никогда ондай біреудің суретін алып қалтаңда салып жүресің бе сонда? Қарап жүресің ғой. Қалайсың деп, Қазір шүкір Инстаграм бар, Қазір шүкір ғой, көздері ашық қой қазіргілердің. Екінші историясы осы кісінің. Студент кезім еді. Өзіме қатты сенімді кезім. Жілеп белгісін қойыпты. Уверенный ғой, короче. Бір досыммен дигерменге кірдік. Екі қыз отыр екен. Біреу дигерменнің күлкісі шықты ғой жерден. Искандердің күлкісі шықты ғой. Бір досыммен дигерменге кірдік, екі қыз отыр екен. Алдарында орбит тұр екен. Рекламаға келді. Рұқсатсыз орбитін алып шайнай салдық ба? Получается болып тұр ба? Жандарынан орбитін алып, жандарынан Том Круз сияқты өтіп кетті. Сонда жүріп келе жатқанда Орбит алса Том Круз ғой, получается. Том Круз. Орбит ұрлағанның бәрі Том Круз. Ана қыздар күліп отырған. Мен ойладым, что қазір танысам деп. Жанымызға тағы бір қыз отырды подругасымен. Жанымызға деп жазып кетті, жанымыздағы столға. Сосын орбитін алып, орбитіп алып алған қыз қолына бүкіл жвачканы жинап, кешіріңіз, мына жвачка сіздікі ма деп бетіме лақтырып кетті. Мен сасқанымнан түсіп қалыпты ғой деп көт жаба алмай қалғанмын. Получается, бүкіл елдің алдында, ана жердегі адамдардың алдында позор болып тұрма сонда. Қыздар ғой, чисто, Короче, алдарында орбит тұрған, орбитін алып кеткен, Рұқсатсыз алып алған ғой, типа бүйтіп. Жоқ, өзін Том Круз сезініп, уверен сезініп деді ғой. Жүріп баратып, бір екі қыз отқан алдарынан орбитті алып кетті да, барып орнына отырып еді. Яғни екі қыздың біреуі келгенде қолында көп сағыз бетіне лақтырғанда. Мына сағыздар да сенің шығар мүмкін. Солай, қыздар. Мен оттым мына шетінде столда. Көрем, оттым деймін. Том Круз сияқты дегенде мен ғой айтқан дейсіз. Прикольно. Кеттік ал, өте ұялатын ешкімге айтпаған история. Бірінші предисториядан бастайын дейді. Біздің мектепте стоматология кабинеті бар еді. Сонда стоматологтың қасында көмекшісі жас әдемі ағай отыратын. Естественно, ол ағай маған ұнайтын. Енді историяға көшсек. Мен 8-ші сынып оқыған кезде мама басқа қалаға кетіп, үйде ағам екеуміз ғана қалған едік. Сол күні ұйқыдан тұрып, жуынуға бардым. Молодец. Мен азанғы сменада оқитынмын. Азанғы смена ма? Азанғы сменада оқитынмын. Барсам тіс пастасы бітіп қалыпты. Ладно деп тісімді жумай сабаққа кеттім. Уже нормально емес. Как назло мектепте непланированный тексеру стоматологиядан келді. Жаңағы жас ағай өзі тексеріп жатыр екен. Менің кезегім келді. Маған бәрі дұрыс, но тісіңді дұрыстап тазалап жүр деді. Мен сол жерде ұялғаннан жерге кіріп кетті жаздадым. Одан кейін ана ағайдан қашып жүрдім. Еще мен қазір әдемі стоматолог ағайларға баруға қорқамын. Қорқамын деп, яна сәл нәрженде ет тұрса. Зубочистканы сурет тұрса. Жоқ, тісін жумай барған деген. Ол негізі, көбісі негізі жумай қалады ғой, типа таңертең. Просто ағайдың маскасы болмаған шығар, возможно. Мүмкін. Ол да тексермейтін кезде тексеріп. Таңертең уже. Қартыс. Таңертең.
Бұлай жақсы. жақсы тіс бар главный. Ну таза болса. Сендер таңертең тұрған кезде бүйтіп иіскейсіңдер ма? Біз Америкада тұрмыз ғой бауырым. Болып тұрады ғой, по-любому ғой. Келесі история. Иә. Студент кезімізде дос балдармен түнгі клубта туған күн тойлауға барғанбыз дейді. Жұмыстан шаршап келіп шығып кеткенбіз дейді. Бірінші бутылка вискиді бітіреміз дейді. О, жақсы. Жақсы кетті. Кальян отырып алып, іше беріппіз дейді. Бұлар кальянды ішеді екен. Екіншісін бастадық дейді вискидің. Шегіп. Сол жерде жартысын төгіп, әрең ұстап отырдым өзімді дейді. Жартысын ішіп, жартысын төгіп отқан ғой. Не азап ішпеймін деп айтсам ма? Ой, ұят болады дос балдарынан. Иә, бірақ Жұмыстан шаршап отыр еще. Жұмыстан шаршап отыр еще. тем более бірінші курс. Клубта барлық жерге құлап, жерге жатып алыппын дейді. Үлкен клубтың бүкіл жеріне құлап шыққан дейді. Барлық жерге құлап жатып алыппын деген қалай болады ол? Аунап жатқан ғой. Еще битсе, ана кейбір сол жерде жұмыс істейтін бардалар. Бауырым, мына жерге жатуды ұмытып кеттім. Жоқ, клубта барлық жерге құлап жатып алыппын деген қалай Енді болады? андай ғой, Шашылып мас болған ғой. Мас сөйтіп. болғанда әр жерге барып бір сүмелектене берген ғой. Жатып алыппын дейді. Иә. Содан дос балам әрең жүрген соң үйге алып кетуге такси шақырып соған отырамыз дейді. Уф, шығыпты айтар. Содан таксиге құсып әрең үйге жеткенбіз дейді. Үйге жеткен соң түні бойы сөйлеп құсып шыққан дейді. Клубтағы кісілерден таксиден ұят болған ай дейді. Ой, бір тегі клубтағылардан ұялғандай ақ тегі. Таксиден ұял, құсқаныңа ұял, досыңнан ұялсашы. Үйдегілерден ұял. Досынан ұялмауы, прикинь. Досынан ұялмаған ғой. Бәрі қасында жүргенде всегда ужас. Или ол да құсып жүргеннен кейін ұялмаған шығар. Бір-бірлеріне құсып. Аққалайын ба? Деп сала берсең ба сол жерге? Иә. Прикол екен, е? Жоқ. Жақсы екен. Молодец. О, мынау өте қысқа. Осындай қысқа қайыратындар жақсы ғой. Іші қыспайтын болу керек қой негізі адам, иә? Мектеп кезінде қатты ішім ауырып құсқым келген. Мұғалімнен қалай сұранатынын білмей отырдым. Өте ұялып отырдым. Жоқ, ана просто бүйтіп ұялып отырасың ғой. Тартағасына кіріп кетейік. Өте ұялып отырдым. Сосын шыдай алмай кабинетте құсып жібердім. Құсуға ма? Апайым ұрсып өзіме сүрткізді. Енді оның құсығын кім түсірді? Сол ғой? Сол жаңағы историяда жүкті болса. Медетжан құстың ба? Руслан жина. Руслан құсты ма? Медет жина. Бір-біріңе көмектес. Қамқор болыңдар деп айтамын ғой сендерге. Ужас кетіп келесі. Құсуға қалай болады екен? Құсуға деп. Апай. Жаңағы общагадағы болсашы бірінші курста тұратын қыздар. Тексеріп көрсетші. Міне ғой, міне. Осы ғой мен айт. Қараңдар міне. Алматының бәрін мінетін номер 57-ші автобусқа отырғам. Алматының бәрі мінетін? Бәрі мінетін. Мен ішіне отырмағам 57-ге бауырым. Номер 57 автобусқа отырғам. Адам өте көп болды. Ине шаншитын жер жоқ. Ойбай. Қытайда өмір сүріп жатыр ма? Осы негізі қатты күшейтпелі шырай. Қатты бізде, қазақтарда, иә. Ине шаншитын любой жер табылады ғой. Негізі, мынадай жерге қойып қойсаң тұра бересің ғой. Негізі қатты күшейтеді бар ғой. Ал кет адам өте көп болды, ине шаншитын жер жоқ. Мен есіктің алдында тұрдым. Есік ашылғанда артқа жылжып тұрдым ғой енді. Бір кезде қарасам басым есік пен темірдің арасына қысылып жатыр. Bir қарасам деген қалай болды екен ол? Bir кезде басы бөлек. Басы бөлек, яғни сыртынан бүйтіп қарап. Жоқ, басы қысылып қапты ғой деп жатсам. Bir кезде қарасам басым есік пен темірдің арасына қысылып жатыр. Қозғала алмай қалдым. Өлген жерім осы шығар деп ойладым. Ойбай, мынау өлген жерім осы. Апайлар шулап кеткен. Ішімнен пазорай деп ұялып кеттім дейді. Өз өліп қалайын деп тұр. Тегі недегі өлімнен ұят күшті деген осы ғой. Өлімнен ұят күшті дейді. Сол жерде примерно басы бүйтіп қысылып тұр ғой. Құтқарайын десе, жоқ, пазор болмасам болды. Апай, нормально. Нормально. Ұялатын нәрсе емес ол негізі. Жаныңды қинама, бауырым.
басы қысылып қалыпты. Шамның да жағдай. қиындау. 57-ге отырмаймыз енді. Ине шашатын орын жоқ асыл. 57-нің автобустардың бәрі сондай болса бас қысылады. 7 деген автобусқа отқам ғой баяғыда бір рет. Енді всегда барып келетінмін жұмысқа бір. Бірінші рет жұмыс істегенмін, ана бүйтіп отырып қалғанмын ғой, андай шетінде ше. Сөйтіп андай крутой повороттар болады ғой андай. Кең бұрылатын ше. Сол жерден отқан кезде бүйтіп бірге кеткен ғой, короче. Құлаймын ғой. Ішінде ше. Андай тұрып деп андай. Ештеңе болмағандай деп отыра берген. Бірақ басым қысылып қалмапты бауырым. Шүкір. Позор болмады. Ине шаншитын орын болған ол кезде. Ине шаншитын орын болғаннан құлап тұрмын ғой сол. Мен оқығанға ма? Сен оқығанға? Күлдірткенге? Ойбай, бұлай жазғанға? Ойбай, ана бұлай реферат қысап жазған ше. Нан бүкіл әрпі домалақ екен. Зының өзі. О, деп жазып кете берсе. 6 или 7 класста или вообще армияда дейді. Деп шатасқаса. Жоқ, арғай өзім қосалым. Онда емес па? Ой, өзі қосып күлдіртетіні бар. Бәсе. 6 или 7 класста ДШ сабағында. 2 әріптік сабақ бар ғой, ДШ. Иә. ДШ сабағында спорт залда жай өтіп бара жатып, Алина деген қыздың аяғын басып қалып, қолы ауырып, аяғын басып достау айтшы. Жоқ, былай болған сияқты Алина бүйтіп жай қалады. Тұрған сияқты не или істейтін? Алина жатты ғой онда жерде. Алинаның аяғын басып кеткен, қол ауырып қалған. Короче, бүйтіп тұр. Алина деген қыздың аяғын... Жоқ, бүйтіп отқан шығар ол. Бүйтеді. Или қолмен тұрған шығар бүйтіп. Жоқ, міне бүйтеді. Алина деген қыздың аяғын шалып қалып, қолы ауырып... Сен ойдан шығарып отқан жоқсың. Жоқ, мен жазып тұр. Қолы ауырып, дышағай прям кәдімгідей дейді. Прям еще кәдімгідей. Ағылшынша жазып. Прям кәдімгідей жынданып Алина көріп отырсаң сәлем. Ой, назарда екен ғой. Кәдімгідей жынданып аяғына тізерлеп кешірім сұратқан дейді дұршағай. Тізерлетіп па прям? Дұршағай кәдімгідей. Қазір осындан бір оқып ойынсың, қайтадан оқып берем, е? Түсінігіңді айтып бер сосын, мазмұнын айтып бер бізге. Кешірім сұратқан, хорошо, что Алина қазір басқа мектепте. Алина көріп отыр. Короче, биткеннен. Енді айтып берейін. 6 или 7 класста ДШ сабағында спорт залдан жай өтіп бара жатқан Алина деген қыздың аяғынан шалып қалады бұл. Алина қолын ауыртып алады. Дұршағай прям кәдімгідей жынданып кетеді, ананы көріп ше. Ана болған жеп көреді ғой, короче. Сөйтеді да аяғына тізерлеп отырып кешірім сұратқан. Хорошо, что Алина қазір басқа мектепке ауысып кетті дейді. Алина көріп отырсаң сәлем дейді. Значит, қазір мектепте оқиды бұл? Иә, анау мектепте. Тізерлеп кешірім сұрау деген. Мына жердегілердің хаты ғой, осы жерде көремін. Мектепте оқитын біреу. Ұстап алайық. Сен ба? Қолын көтеріп отқан ше. Қалай болды? Деп сұрап. Дұрыс оқыдың ба? Жалындырып па? Жалындырып кешірім. Не үшін шалдың? Ұнайтын ғой Алина саған, походу. Ұнайтын қыздарға сөйтіп кішкене неңді зияның тигізіп қоятын екен мектепте. Шашынан тартып қойып, ше бүйтіп. Ал кеттік. Менің ешкімге айтпаған құпиям. Үшлеп белгісін қойып. Онда точно ешкімге айтпаған онда. Менің ешкімге айтпаған құпиям. Алматыға келген кезде двоюродный сестраммен бірге тұрдым. Алғаш келуім еді. Сестрамның косяктары көп еді. Менің де тығырыққа тіреді. Алматыға оқуға келген менің жаңа ноутымды ломбардқа қойдым. Бермеске болмады. Ой, уайымдама, 15 күнде зарплатадан алып берем. Қайдағы 15 айдан соң ғана ауылға қайтатын болған соң кейін ғана алып берді. Ойлаш, 1 жылдан кейін. Сестрамды сол күні, сол күйі көрмедім. Ешкімде айтпаған секрет. Аңсаған сен үшін айтып тұрмын. Дейді қойып артынан. Даже мама білмейді. Мен енді ешкімге сенбеуді үйрендім. Мен енді ешкімге ноутбук бермеймін. Тіпті туысқан подругаға да деді. Дұрыс. Дұрыс. Так, кеттік па? Кеттік. Негізгі кез келген жиындарда ішпеуге тырысамын дейді. Уже шетін адам әңгіме. Тырыстым.
ішпеуге тырысамын. Бірақ бұл жағдай особенный случайлардың бірі. Ең алғашқы рет класспен жиналып, ащы судың дәмін татқанымыз жайлы айтайын деп тұрмын дейді. 8 наурызда бір үйде жиналып, азық-түлік алып, дастарханды жайнатуға кірістік. Содан кейін қыздар ол жерде алкоголь болатын білмеді, ал біз болсақ ол жағдайға дайын болдық. Ничего не предвидено. Походу, беді бір кезде бір бала жайлап қыздарға движение бастады. Сенікі ма? Движение бастады. Бірақ оларда, не дейді? Оларда қарсы болмады. Но сол кезде бір бала көтере алмай қалды. Сонымен сол жағдайдың бәрін білдірді. Содан кейін бір-бірлерімізге бір апта сөйлемей жүрдік. Бір апта класста қарамай сондай алмай жүрдік, бір-бірінің бетіне қарай алмай жүрген ғой. Ана қыздарда қарсы болмаған, просто қыздарды масқылайықта, че там ары бері деп өздері мал оқып қалып тұр ғой. Ондай жағдайлар. Байқайсыңдар ма, историяның жартысы құсумен өтіп жатыр ғой. Чисто ішімдік болып жатыр қазір осы. Ішпесе де құсып жатыр ғой, жаңа мектепте отыр. Ұялып отырмын жазуға. Деп сол үшін жазбаймын деп. Ұялып отырмын жазуға, бірақ несі бар, ешкім білмейді ғой. Иә. Бір күні үйден мусор алып шығам. Қолымда 2 пакет. Тупит етіп өз пакетімді мусорға тастап жібердім. Оны кешке байқадым. Күні бойы лоқ құсап мусор тасып жүрген. Келесі күні контейнерді алып кетеді ғой деп ойладым. Дұрыс ой. Типа өзінің пакеттері артық мусорда отыр ғой. Бомж бля. Кешке контейнер ақтаруға бардым. Бір бомж көмектесті. И осы кезде менің әдемі көрші қызым мусорға келеді. Бомж екеумізді көріп вахуе болған. Бомж екеумізді көріп вахуе болған шығар. Болады ғой енді. Амандастым дейді. Привет деген ғой. Мусордың арасынан ше. Жағдайым нашар. Қап-қара болыпсы. Бомж емеспін негізі, ақтала берсе. Сол кезде бомж че стоишь, помоги деп қызды қосып алды. Өмірі енді 2 пакетпен мусорға шықпаймын. Ана қыз көмектесті ме екен? Деп қызды қосып алды деп тұр ғой. Қызды қосып алды. Ең позоры ана мусор пакетпен концертке барғанмын дейді. Ана күні концертке барғанмын. Қызық бопты, целый день мусор ұстап жүрсің ғой. Қызық қой. 4-ші сынып бір қызға ғашық болғанмын. Солай сол қызбен жүріп кеткенмін. Сол қыздың үйіне подаркасын алып барғанмын. Үйінде ешкім жоқ болған соң, жарты сағаттан кейін ата-анасы келіп қалып үйден қашып шыққам. Солай менің ата-анам ол туралы біліп, солай бір-бірімізді ата-аналарымыз танысып кеткен. Ұялатын нәрсе емес, бауырым. Майра балаң үйде жүр ғой деді ғой, примерно әрі кетсе. Ойбай тегі деп. Шустрый ғой бала. Молодец. Енді үйленіп кеттіңдер сол қызбен. Бұйырса. Бәріне сәлем дейді. Менің оқиғам мынандай дейді. Мен общагада тұрамын дейді. Әдеттегідей ұлдардың бөлмесі шашылып атады. Бір күні тексеріс болды. Бөлмеде мен ғана болдым. Және ұйықтап жаттым. Басқа балдар сабақта. Тексерістегі адамдар мені видеоға түсіріп, бүкіл студенттер бар группаға жіберді. Енді шашылып жатқан бөлмеде ұйықтамаймын дейді. Жинаймын деген әңгіме жоқ па? Жинап ұйықтайды. Ят. Только таза комнаталарға барып ұйықтап жүрген ғой одан кейін. Тақ. Брат, комната таза ма? Ұйықтап алайыншы. Оянса шашылып жатса. Тағы видео түсіріп. Ол кісілердікі де дұрыс емес қой бірақ. Именно сол бір-ақ адам тұратын. Ол да ақталмаған да. 2019 жылдың жаңа жылында дос баламен и бір братишкамен бірінші талас ішіп көргенбіз. Виноға талас деген. Оларға ұнамай қалып, мен жалғыз өзім 2 бутылка 0,7 талас ішіп мал болып қалдым. Сосын қатырғы чисто. Өзім екеуін де ішкен ғой. Сосын досым үйге кіргізіп жіберді. Бөлмеме тыныш кіріп жатқанда төсекте именно мама кірген кезде құсып жібердім. Бүгін не болды бүгін балдарына. Сосын бәрі маған қарап ұрсып жатыр. Мен ұят болды деп жылай бергем, сол қатты ұят болған. Ұят болады ғой. Ой, ұят болды ай. Жылай берген ғой мас бұл бе. Ойбай, мамалар ай сіздерде де ұят болды. Кешіріңіз. Ұят болды.
ішпейікші, ей, қойды, ішкен әңгіме айтпайықшы. Мынау ұзын ғой. Келесі секрет өте ерекше, өйткені бұл жарнама. Менің каналымдағы алғашқы жарнамамен құттықтап қойсаңыздар болады. Қазақ білезік заманауи зергерлік бұйымдарды дайындайтын шеберхана 8 наурыз келе жатыр. Анаңызға, қарындасыңызға, әжеңізге, әпкеңізге тамаша сыйлық сыйлайын десеңіздер, онда мархабат. Аңсаған 20 промокодымен 20% жеңілдік. Толық ақпарат төменде. Әрі қарай приятного просмотра. Менің ұлтым қазақ емес. Маған бәрібір десе. Мектеп кезде ұлтымды айтуға ұялатынмын. Барлығы бір-бірінен руын кім деп сұрағанда мен ұялмай руым Найман дейтін. Барлығы таң қалып сен Наймансың ба деп қайтып сұрайтын. Найман деп айтуымның себебі басқа ру түрлерін білмейтінмін. Және бәрі Найманды қу деген ойда қабылдайтыннан кейін таңғалатын. Бірақ қазір қазақ емес екенімді біледі. Мен емеспін. Мен қазақпын. Қазақ емес, ой, Мен емес тау. Найманмын деп айта беретінмін дейді. Өз ұлтыңнан ұялмау керек бауырым. Бізде почтадан келген. Почтадан келген хаттармен де сөйлесіп қояйық. Сәлем оқырмандар. Бұрын сондай бағдарламалар болатын еді. Сәлем оқырмандар, бізге почтаға хат келген екен. Хаттар неге толы дейді ғой? Мен ауылдың қызымын дейді. Әдем. Мал бағам деп көкетсе. 22 жасыма дейін ауылда тұрып, универ мен мектепті ауданда бітірдім дейді. Ауданда бітірдім. Ауылда тұрып, ауданда бітірдім. Осы жылы қалаға келіп көрейін деп, жұмыс тауып көшіп келдім. Жұмысымыз кеш бітетін, 11-12-лерде. Сосын бір күні таңертең жұмысқа барғанда, ол жұмыстан кейін киноға барайық деді. Өзі 11-12-де шығады, одан кейін киноға барайық деген ғой. Кеш шығатынымызды ол кезде кинотеатрлар уже істемейтіні есімнен шығып, таңертең келісе салғанмын дейді. Бірақ 12-де рейстеп сеанс бар ғой? Түнде жұмыстан шыққан соң барамыз дедің ғой, енді кинорумға бара салайық енді деді дейді. Ой, күшті. Барамыз деп алып енді кинорумға барайық онда деген ғой, короче. Мен өмірімде кинорумға барып көрмегенмін. Не екенін де білмеймін дейді. Кинотеатр сияқты жер шығар деп барған едім дейді. Ол менімен сол жерде арам айласын асырғысы келіпті дейді. Ой, мынау күшті жаз, арам. Бірақ та мен де оңай шағалатын жаңағы. Бірден шыңғырып қашып кеттім дейді. Енді арам оймен бүйтіп келе жатқан. Қашып кеттім. Арам ой! Арам ой жолама деп көрден кетіп қалған. Сөйтсем көп жігіттер кинорумға сол үшін апарады екен ғой қыздарын дейді. Мен сияқты ауылдың қыздары оны білмейді ғой, сорлы дейді. Бұл секретімді құрбым ғана біледі дейді. Құрбым өсекші дейді. Недеген ұятсыз болдыр ол? Мен бірінші рет бір киноға барған, бірінші бір қызбен. Кинорумға ма? Жоқ, кәдімгі кинотеатрға ғой. Андай қарасам бәрі попкорн бірдеңе алып отыр да. Мен обязательно екен деп ойладым да оны. Да, алайық деп алып жеп отырмын. Кино басталған кезінде мен тұрып қалады андай бір қабыршық сияқты бірдеңе болады ғой. Жөтеліп кинотеатрдың бытшын шығарғасы. Ой. Деп еске алып отырсаң. Кинорумға. Ай, күшті, ай деп. Дос балдармен клубқа барғанбыз Алматыда. Сосын билеп жүрсек айғай шу болып кетті. Сол жерге қарасақ, ішіп алған қыздар бір-бірімен төбелесіп қалыпты. Ал охрана оларды шығара алмай жатыр. Базар жоқ, қыздар мощно боқтап қояды екен. Ең қызығы, ол қыздардың арасында 2 блогер қыз болды. Олар да адам ғой. Көбі таниды оларды. Кім екенін айтпай қойын дейді. Мен білем. Көп таниды. Негізі бар ғой, былай жалпы былай статистика тұрғыдан деп жыртып атсақ. Жаңағындай қыздар қатты не болады екен, өшпенді болады екен ше. Төбелеске, жоқ бір-біріне қатты қас өшпенді сияқты ғой типа. Жоқ, мысалы UFC бірдеңе мысалы болады, еркектердің төбелесі көшеде болсын, любой жерде кәдімгі удармен кетті ма, құлады ма, бұл шешіліп кететін нәрсе ғой негізі. Қыздарда ондай жоқ, до конца давить етіп. Кек сақтап қалады ғой бір. Баяғыда осы бір студент кезде болды тоже. Bir қыздың кәдімгі басынан бүйтіп теуіп жатыр ғой, жатқызып вообще. Bir қызды. Иә? Мен сондай видеоларды көрсем кәдімгі жүрегім ауырып кетеді ше. Бірақ көремін до конца. Бірақ көремін до конца. Сол бәрі арақтан ше. Bir арағын құртып тұрған қарындасым. Әйтпесе жап-жақсы қызсың.
сол арағы болмаса жап жақсы қыз иә негізі. Енді не істейміз мынау ше? Ал кеттік. Түш. Күз мезгілі. Осыдан 4 жыл бұрын әпкемнің үйіне қонаққа бардым. Әпкем, жездем және мен шай ішіп отырдық. Bir кезде әпкем жұмысқа кетті. Спальныйда кино қарап отыр едім дейді. Қалай екенін аңғармадым, жездем арқамнан келіп құшақтап алды. Қайбал жазды екен. Мен барынша қарсылық таныттым. Ол мені зорлағалы жатты. Мен шошып оянып кеттім. Түсім екен. Ұйқымнан тұрып жуындым. Телефоныма әпкем хабарласты. Нахуй деп телефон алмадым. Тыныштық керек дейді. Сосын, или мынандай нұсқа бар дейді. Екінші вариант ғой тағы. Мал. 2014 жылы тоже күз дейді. Чисто күзде отыр ма? Күзде қозатыны бар ма? Қазір күз. Күз. Абайлаш қарындасым. Или мынандай нұсқа бар. 2014 жыл тоже күз, мектепте менен бір сынып төмен оқитын қыз болатын. И ол қыз өте әдемі, сабағын жақсы оқитын, үлгілі, соска қыз етін. Ол қызға класстастары, жоғары сынып балдары бәрі жақсы көретін. Сынатын, әдемі киініп жүретін. Bir күні сол қыз және подругалары қоңырауға шығады, әңгімелесіп тұрғанбыз. Қатты күлкілі әңгіме айтылды. Ана қыз жыртылып күліп жіберді да. Датаға қатты күлді, мұрнынан жап-жасыл шарик шықты. Бля, мен не алып кеттім дейді. Одан кейін ол ең әдемі қыз емес. Жасыл қыз дейді. Жасыл шарик деп есте қалып қойды дейді. Мынандай осындай историялар, когда қатты идеализировать етіп жүресің ғой, бірдеңесін көріп қалған кезде сразу бетің қайтып кетеді ғой. Мен сол үшін, если маған қатты бір қыз ұнап қалса, сразу тақырбас кезінде елестетемін. Жаман кезде, мада 18 кезінде. Тақырбас кезде егер ұнаса, значит ұнайды маған. Мәне. Сол үшін де үйленбей жүрсің ба? Бүкіл қызына қалады ғой, фильтрге салам, тақырбас қылам. Ана мұрнына шарик шығып кеткенше. Мұрнына шарик шығызам. Мен түсінем да, если ол жігіттің өзінен ондай шарик шықпайтын болса ше. Өзінде шарик шықпаса, жоқ ол просто мынадай жерлерде шыға береді ғой. Қоңырауда бүкілін көзінше бүйтіп. Жоқ, еще айтып отыр, ең әдемі деп бүкіл ана не дейді, жоғары сыныптың балдары бәрі соны жақсы көреді, әдемі киім жүреді. Идеальный болып тұр ғой, короче. Идеальная. Мягкий знак. Оқып берейін, ә? Бірақ мына история маған қатты ұнады ше. Осы бірінші орында тұр, иә? Осы бірінші орында. Міне ішпей, шекпей, позор болуға болады. Жездем дей ма, зорламақшы болып деген. Мен ол кезде примерно 6-7 жаста едім дейді. Или 45-тен деп жаңағы. Дұрыстап айтшы. Жайды. Мен ол кезде примерно 6-7 жаста едім. Қора жақта шөп пісіріп жатқан. Өзім сол дейді. Қорада ойнап жүргенмін. Сөйтіп, қорадан мынада үтір нүкте жоқ екен да. Ұрып жатыр ма? Жаңағыдай бір нәрсе тоқтасам, ары қарай кетіп барады. Сол қора жақта шөп пісіріп жатқан, мен өзім сол қора жақта ойнап жүргенмін дейді. Сөйтіп, қорадан секірейін деп жатқанда, жел шығарғым келіп, байқамай шығып қойғанмын. Сөйтіп, ұялып, үйге жүгіріп барып, киімімді ауыстырып, ана киімді холодильниктің артына тығып тастағанмын. Сол жылы ағам үйге келін түсірген дейді. Содан сол жеңгем үйге кіріп, шығып, бірдеңе сасиды. Холодильниктің артын көрсе барып. Сасиды деп. Жоқ, жүрген уже келін түсіп қойған. Сол жылы дейді, біраз болған ғана жатқанда холодильниктің артына. Ағам үйге келін түсірген, содан жеңгем үйге кіріп шығып, бірдеңе сасиды деп іздеп жүрген ғой дейді. Содан тауып алады, киімімді холодильниктің артынан дейді. Ой, сол кезде ұялғаным-ай дейді. Әлі күнге дейін жеңгем мазақ қылады дейді. Жоқ, ондай, еще 6-7 жаста кішкентай ғой шортуы. Еш басқа есімден көре байды ғой. Ужас. Енді натуре ғой? Зато жеңгесінен деп бірдеңе. Бір айтатын әңгімелері бар да өздерінің. Ой, бұл шықпай қалған деп дастархан басында айтып отырса да. Үйленгенде де айтады оны. Білесің бе? Ой, бұл шықпай қалған артық. Ой, бұл жақсақты оны. Шымкентке жұмыспен баратын болдым. Кешкі погода, кешкі пойыз, кешкі 10-дарда. Кешкі 10-дарда пойызға мама, папам шығарып салып жатты. Купемде өзім ғана екенмін, басқа адам болмады. Заттарды жайғастырған соң, пойыздан мама, папа шығайын деп жатқанда, бір 30-дардағы мужик кіріп жатты менің купеме. Ол мужиктан перегардың иісі шығып тұрды. Мен оны
байқап пойыздан шығып жатқан мама папама айттым, байқадыңыздар ма деп. Байқадыңыздар ма? Мама байқапты. Мама байқамапты, бірақ папам иә, арақтың иісі шығып тұр деп айтты. Мен жаңағы мас мужикпен жалғыз қалатын болып не істеймін дедім. Мама папам ойымдап проводницаға басқа купеге ауыстырғызсын тапсырып кетті. Маған заттарымды ауыстыруға жүру вертяк болғаннан кейін не хотела. Ого. Сөйтіп купеме келіп отырдым. Ана аға жөн сұрап бастады. Түрікше біледі екен. Түрікше білемісің деді ғой, иә? Мен де білетін болған соң ортақ әңгімелер болды. Сосын проводница мені шақырып көрші купеге ауыстырғысы келгенде жоқ керек емес дедім. Ол сен қуасың ба? Дегендей маған қарап тұрды. Мен бәрі жақсы деп ауыспадым. Жаңағы мужик нормальный, просто после вахты әлі сәл ішіп алған екен. Сөйтіп ол жерде қонып Шымкентке кеткен бар дейді. Мутная тема, по идее. Ну, постарайтесь басқа купеге ауысып кетуге. Конечно. Иә. Қазіргі заманда біз безопасностьке жауап бере алмаймыз. Сондықтан деп солай сүмірейіп айта берсең. Мектепте 3 дос болдық. Үшеуміз прям жан доспыз. 2 дос болып келістік. Екеуміз ана үшінші досымыздың үйін білеміз ғой. Қай жерде не бар, қай жерде не тұратын. Сонымен соның үйіне тау ұрлауға түсетін болдық. Үшеу прям жан дос па? Бір-бірінің үйіне ұрып түсе беретін. Жақсы түсетін болдық. Сонымен ұрлайтын күн жұмаға түсіп қалды. Құдайдан қорқып жұманы субботаға ауыстырдық. Сонымен суббота ұрлыққа түсіп 3 тауық ұрладық. Оны воскресенье тауық базарға сатып жібереміз. Сонымен дүйсенбі сабақ, дүйсенбі күні ана бала келеді, жаңағы үшінші досымыз үйге ұры түсіпті дейді. Біз түр бермейміз. Ол тұрады да 5 тауық ұрланыпты дейді. Біз 6 алғанбыз. Сонымен не керек? Бізден күдіктенбес үшін сонымен бірге үй аралап үшеуміз іздейміз. И то участковый полицияға айтайық деп қоям ғой. Бір аптадан кейін оның ушуы басылды, қайтадан ұрыға тауыққа түсетін болдық. Түнгі 3. Дос балам великпен барған. Великтің жақын жерге қойып кетті. Сонымен ұсталып қалды. Қасындағы дос балам жылап жатыр. Көке шайтанның жолына түсіп кеттік деп. Папа мамасы бізді таниды. Біз жан досымызбыз. Досымызбыз дегенше. Ұялып жатыр. Ертесіне сабақта дос балам тауықтың егесіне ренжиді ғой. Велигімді тығып қойғансыз. Соны қашан қайтарасыз деп. Мен былай болған ғой. Жан дос болған үшеуі. Үш дос болған сөйтіп екеуі тәртіпсізденіп тауық ұрлаған өзінің досының үйін біледі. Сол үшін дос болған ғой, получается. Үш дос, иә? Үш дос бір-бірімен қатарлас. Бір-бірімен дос, бірақ екеуі сәл бірігіп қалса бітті, үшінші жаман ғой, получается. Байғайсқа келіп тұр, келіп тұр. Сөйтіп тауық ұрлап сен нақты отырсың, ана үйге тауық ұрлап жатқан жоқ па деген сияқты. Великпен барған ғой. Сөйтіп ана тауық ұрланған хозяин, анаң велигін, ана балаң велигін алып тықып қойған ғой үйіне. Ертесі күн жылап барып тұрғым, сіз менің велигімді тықып қойыңыз, қашан бересіз деп. Өзінің ұрлығымен шаруасы жоқ та, ұрлағанымен. Кейін алыс. Таза сол кісілер сияқты жауап бердім. Ұрламаңдар, ұрлыққа жоламаңдар. Ұрлық түбі қорлық. Осымен бүгінгі түштегі барлық құпияларды оқып шықтық. Енді сендердің құпияларын табу керек. Мен сенікін деп сондай болсаң. Мен білмеймін кімдікі қандай екенін білесің. Мен сенікін білем. Менікі ба, қайсы? Сенікі болды ма не? Болды ғой. Ойбай. Мен примерно түсіндім да, ана жаңағы емес па? Қыздар ішкізбекші болып өздері мал болып қалатын ше деп ойлап отырсың ба? Иә. Мойындаш, мойындайықса. Не деп ойлайсың? Мен вообще Моктікі кім? Медичандікі қайсысы? Моктікін айтайын ба? Мен өзім ойымды. Айтыңыздар. Мен тапсаңыздар, я таптыңыздар деп айтуым керек па? Иә. Сенде бағана бір мен оқыдым ғой, по-моему, сенікін ше. Мен сенікін оқыған сияқты. Иә? Мен мынаны білем. Бұныкі кім ғой анау жаңағы? 2 история оқыдым ғой мен. Иә. Сурет беретін ба? Сурет беретін. Сурет беретін екіншісі не болды? Натури бар ғой, ұялғам сол кезде. Общий класспен костюм салып түскен сурет бере саласың да, ол сен кәдімгі жігіт деп сұрап тұр ғой. Кесіп бермейсің, қисаң ортасында тұрмын ғой, басы қана шекесінен деп тұр ғой. Екінші историяң қандай? Мәгет екенсің. Екіншісі
екіншісі не екіншісі не болу еді? Или деп басталатын. Орбит лақтыратын ғой. Короче бар ғой. Видеода жалғас бар ғой. Командаласын Жалғас Елеусінов деген досым бар. Танымайтын кісілер болса. Сол екеуміз универ кезінен бірге оқығанбыз ғой. Сөйтіп жанымызда ана Қарасай Батыр Байтұрсынова да дигермен болатын. Дигермен бұрын бір турецкий деген. Екеуміз кіреміз, екі қыз отыр ғой. Біз екеуміз универде КВН ойнаймыз сәл. Жылтақпаған адамыз уверенбіз ғой. Уверенбіз деп жазды ғой жаңа. Бүйтіп андай кеме қыздар отыр, тамашан, бүйтіп аламда біреуін алып, бүйтіп салып, бүйтіп кетіп қалған ғой. Ағыздар деген сияқты болды да енді. Сөйтіп жан жақтан тағы бір столдарға адамдар отырып жатыр ғой, жиналып қалды, бір-екі қыз отырып қалды, жаңа бірдеңе. Сөйтіп Жалғас донер беріп тағамыз екеуміз, дегенмен жыртылып отырып, әңгіме айтып бірдеңе деп отыр. Ана қыз кәдімгі жинаған ғой бәрін қолына ше. Кешіріңіз, мынауыңыз қалып кетті деді да кәдімгі. Бетімнен ұрады ғой ше. Парс еткізіп ше. Парс. Шайнап үлгеріп жатыр. Бәрін аузыңа салып үлгерсең. Рахмет. Сөйттім да андай. Түсіп қалған ғой деп андай. Өтірік сөйлесе аласың ғой ше. Сондай ұят болған кез болды. Жақсы, шабал қаратмай. Жақсы, маған ұнайды. Медетжандікін табамыз. Медеттікін мен баға. Шымкент деген жазу бар ма сенде? Жоқ, сенде болды, мен ананы ашу керек болып тұр ғой. Ақтар бәрін десең. Тұра тұр. Ішу туралы ғой, құсу туралы ғой. Білмеймін балдар. Мен құсу туралы деп ойлаймын. Ой, енді ол құсу туралы мыңғырығы болды ғой. Қалай құстық? Тапсаңдар $100 берем балдар. Клубтың әр жерінде клубтың әр жерінде. Жоқ, ол емес. Ондай история болған жоқ. Қазір айтамын. Не, сон бүкіл вариантты айтып шықпақсыңдар ма сонда ма? Жоқ. Басшаған айтшы. Көрермендер бір-екі подкастқа. Жеңгесі. Сен холодильниктің артына түсіп қойғансың ғой сен. 6-7 жасында. Жоқ. Соғық сайда түсіп қойғансың. Түрінде түсіп қойғансың. Соны өзіңе ал. Өтіп кетші жаңа бір жерден. Сол баламен басында өтіп кетті ма? Подсказка берші бізге. Подсказка берей ме? Подсказка? Басында болған жоқ. Ортасында ма? Білмеймін. Мен оқыдым ғой, айтшы соны хотя бы. Кім оқыған айтшы? Мен оқыған жоқпын, короче. Ой, мына еп. Примерно. Жоқ, мен ұзақ болған же. Ол емес. Теп андай сондай. Қайсысы? Трач тауанған. Қазір ешіш. Шымкентке жұмыспен баратын болдым, пойызбен мама папа. Ой, бармайтын болдым, мен емес қой. Есімде кішкентай кезімде біраз бұзық болатынмын дейді. Ой, мынау медеттің project'і емес қой. Сөйтіп, бәрін іздесеңдер тауып аласыңдар ғой, наума деп. Қайсы? Ау? Қандай? Иман оянып кетті ғой сенікі. Қайсы? Ай, медет ондайда бермейді өзінікінде болуым. Ойбай деп. Жалмаң етіп. Ойбай, дұрысты жауып жүрмейсің ба? Жоқ. Болды, мойындасын өзі. Мойындас дегендер шапалға. Өзін айтайын ба? Таппай қалымшы. Ана ғой жаңа. Жездем артынан келіп құшақтады дейді. Ол енді басы прикол болды, ана ВК-да сондай нелер болатын. Ой, бауыз тауып ғой жаңа. Анау мұрын боғы шарик шығып кетеді, онандай қарап жасыл. Ең күшті история деп айтқанымыз емес па? Мен оқыдым ғой да оны. Короче, бір мектепте әдемі қыз болатын ғой, короче, бәрі жақсы көретін. Ол бәлкім сіздің көзіңізбен сондай әдемі. Жоқ, мектептің көзімен сондай әдемі. Онда жақсы. Мектептің көзі мынандай болса. Мысалы, ол 8 оқса, бір 9-10-дар деген сияқты ғой. Бәрі сынады. Класстастары бәрі сондай. Әдемі қыз, күшті қыз, сабағы да жақсы, аяғын андай күрлесе сүртіп жүретін, сондай қыз тұғым ғой, короче. Владимир Салфетович көп. Сөйтіп, бір рет қоңырауда әңгімелесіп тұрамыз да, бір хақа әңгіме болады, анау қыз бірден бүйтіп тұрады деп көл жерді. Жап-жасыл шарик шығады ғой. Қазір ол қыз әдемі емес. Сол сәттен бастап әдемі емес болып кетті. Сіз үшін? Мектеп үшін ба? Жүрегімізде бір түрлі бір нәрсе қалып қойды. Рахмет, молодец. Жасыл шарик деп. Менің историямды қайсы екенін комментарийға жазып кетіңіздер. Деп құтылып кетсең. Несі екенін айттым ғой жаңа? Қайсы? Ой, бір қызды мал қылмақшы болып, ішеміз деп өздері мал болып қалады. Сол. Жоқ, ол емес. Ой, сол дедің ғой? Ол емес па? Иманым ұстап деген. Иманым ұстайды негізі көбінесе, бірақ ол емес. Аңсаған? Да, тауық ұрлайтын біреу онда. Мойындай салайын. Үйден? Короче, мен киім сатам ғой. Киім сататын, бұрын киім сататын. Сөйтіп, доставкаға бір киім апарым керек болды да. Сөйтіп,
үйден 2 пакетпен шығамын ғой. Ой, мына тәрс. Сөйтіп екеуі бірдей ғой енді сырттары. Сөйтем да мусорға толстовканы лақтырып жіберемін ғой, короче. Ішінде кәдімгідей открыткасы бар, сондай толстовка кетіп қалады. И анау мусорды күні бойы ұстап жүрген ғой. Стендапқа келем, стендапта жүреді. Сөйтіп, и стендаптан кейін курьерге салып жіберейін деп ашсам, мусор тұрғанда бигбон, Хорошо, что қарағасың да. Андай жеңіл ме? Сол веста болған ғой просто. Күні бойы бидап көтеріп жүрмейсің ғой, енді былай жүресің ғой. Сөйтіп, енді келесі күн контейнерді алып кетеді ғой. Ал толстовка примерно 11 мыңдай тұрады ғой. Мынау ұят болар деймін да, короче, барам да, іздеймін ғой. Пакет оңай ғой, пакетті тастап ғой. Сөйтіп іздеймін, сол жерде бомж болады. Айтамын, короче, найдешь 1000 теңге адам деймін ғой, короче. Оның бәрін жазым келген жоқ, 1000 теңге. Найдешь 1000 теңге адам деп фотосын көрсем, вот осындай пакет, осындай деп. Сөйтіп екеуміз іздейміз да, и мен, короче, үстінде тұратын, андай үстінде 3 қыз ба сондай тұратын, әдемі, прикольный үшеуі де. Үшеуі всегда домашний киім киіп жүретін да, домашний киім. Пижама кисе бәрі әдемі көрінеді. Сөйтіп біреуі келіп мусор тастап жатқан кезде қарайды ғой маған, короче. Біз екеуміз әшейін тұрмыз бүйтіп ше. Сөйтті, привет деймін да, мусор андай контейнерде тұрмын ғой, мен ұят енді анау сәл андай. Сөйтеді да, бомж айтады, знакомый дейді, дай помоги деп бізге анау қыз андай. Короче, анаған түсіндірейін десең да. Бастап кетсем. Қайда? Сөйтсе ашты өзі. Сөйтті, не деп білмейді. Ол қызбен таныс емеспіз былай. Бірақ түріміз сырттай ұнайды. Өткен кезде басымыз жымиып өтті. Бәрі содан басталады ғой. Тауып аламын, короче, ананы арасынан. Нормально андай ештеңе үстіне төгілмеген, сөйтіп бомжға 1000 теңге беремін. О, бомжбен банкоматқа барып 1000 теңге, оның кәсіби жоқ қой. Банкоматқа барып 1000 теңге шешіп беріп, ана қыз екеуі отырып ішсе. Жақсы жұмыс істеп жатық та. Сондай бір история болған, короче. Күшті история ғой. Сондай. Күшті екен. Бүгінгі бағдарлама ұнады ма жалпы бүгінгі? Күшті, қызық. ұнады. Қызық түрлі адамның. Негізі андай көрермендердің историясы қызық қой, по-любому негізі. Өйткені күтпейсің да бұлардан неге. Бұл жобаның мақсаты, негізі мақсаты бар бұл жобаның. Бұл жобаның мақсаты, ұялады ғой енді бәрін айтуға. Сол реакцияларын білуді, көрді да, айтуға болады екен ғой. Өмір айтпаймын дейтін сияқты реакцияларын комплекстерінен айыру ғой. Енді қазір біз оқып бергеннен кейін, нормально болса, басқа біреулерге айта алады. Айтып, қандай қызық бар десем, мынандай қызық бар деп айтады. Если бағана позор болғандай там айтпайтындар да бар. Бәрін айта бермеңдер десең. Жаңағындай, короче, мынандай болғанда, ой, тез айт деп видеосын көрсетесіз. Мынандай болған, осы менің историям десе. Осымен болды. Қай история сізге ұнады, төменге жазып кетіңіздер. Егер сізде де осындай қызық, ұятсыз, трэшевый история болса, төменде көрсетілген почтаға жазыңыздар. Біз міндетті түрде оны осы бағдарламада оқимыз. Бүгін бізде қонақта болған Мага, Медетжан келгендеріңе рахмет. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз, бай боламыз. Бай қуатты болайық. Иә, бай қуатты болайық. Жеңісті күндерде жүздескенше. Болды. Бір шабалар қойыңдар.